өтіп жатқан өмір тарих, келер өмір үміт бүгін бір тарихтың бетінде қалатындай жүрегімізге әдемі бір ұялайтындай концерт болды деп есептейміз. Және де келешектегі үмітімізді балдарымыз ақтасын, амалдан амалға жетіп, осылармен бірге әрине шаттанайық. Енді мінекей мен бір жағы ата-ана, бір жағы осы Баян маманның жалпы маманымын, маман есімін. Енді бір жағында ата-аналар жаққа да көбіне ұсыныс айтқым келеді. Баланы бердік пе, оны ары қарай қадағалайық. Баян алып берейік, сұрағанын алып беруге тиістіміз. Ата-анадан бала не сұрайды, тек қана қолдау сұрайды. Енді мен өзіме Исламбек деген балам отыр, мейлі жарымның Баян алып берген болатын. Налевой дайыныз, налевой қазір соның нәтижесі деп көріп отырмыз. Ал енді мына апай айтып өтті, үйдегі дайындық өте апай үшін маңызды. Себебі бұл жерде 40 минут уақыт сәл аз болуы мүмкін. Сондықтан да үйде де көп қадағалап, барлығы да үлкен жеңіске жететіндей үлкен азаматтарымыз, азаматшаларымыз қазіргі таңда белгілі Алихан деген баламнеки Маңғыстау облыстық, осы Маңғыстаудың қаймағы қалған кезде баянистердің арасынан бас жүлдені жеңіп алды, республикаға жолдама алды. Исламбектегі кіші топтан бас жүлдені жеңіп алды. Әрине, бұйыртса республиканы жеңсе, әрине республиканский баянистердің ішіндегі ең маңдай алғысы деп мақтануға әрине бұйырсын. Ал бүгін бұл Маңғыстаудың өңіріндегі баянистерден шығып тұрған тарихи үлкен бір сәт деп есептесек болады. Себебі бұған дейін бұндай аспапты көп дамытқан жоқ. Дегенмен қазіргі таңда үлкен орын алып келе жатыр, үлкен алға қарай шығып келе жатыр. Оған бірден бір мінекей апайы Индира Досованың арқасы. Үлкен еңбегі болады. Бұнда рахмет, әсіңізге береке берсін, жолыңыз құтты болсын. Осы жолдармен әрқашан республикалық деңгейде концерт берген кезде сіздер ата-ана болып бірінші қатарда отырсаңыздар, Индира ұстаз болып бірінші қатарда отыруды бұйырсын. Алиханның әжесіне берейік. Сіздермен енді мына жерде үлкен мен сияқтым ғой енді. Шымкенттен келдім, Шымкентте тұрамын, Алиханның әжесімін. Менің немерем мына кішкентай ұлым Кенжетай Сайлыбек. Папасының өзі музыкаға сабақ береді. Мен енді қалай мақтансам айтуыма болады енді. Кішкене айтып кетейін. Менің әкем баянист болған. 1905 жылы туылған кісі, 1904 жылы. Енді бүкіл Ташкент, Қазақстанның бәрінде әйгілі ақын кісі болған еді. Сол баянды енді менің өзімнің ата-анадан 5 қызы бір ұл болдық, ағаның ұлдары болды, немерелер ешкім тартпады. Мен өзім домбыра тарттым, өлең айттым жас кезімде. Сол енді менің әкемнің баянын ешкім қолдамады ғой деп жүргенде, менің Алиханыма қонды, балама қонды. Міне анау айтады ғой, атадан балаға, баладан мұраға деп. Ол қызға кетеді екен шынын айтқанда. Міне апай сізге де рахмет, осындай өнерді үйретіп осылар шыңдап жатқан. Мынау аман мерекесі құтты болсын, мен қыдырып келдім, осында 2 балам тұрады. Мына құдағиым отыр, міне Алиханның нағашы әжесі. Мына мамасы отыр, папасы отыр. Бүгін баламыздың өнерін көрейік, тамашалайық деп келдік. Өнері өрлей берсін, биік шыңдарға шыға берсін. Бас жүлде алғанына мақтан тұтып, бүкіл Шымкенттегі достарыма дейін жіберіп жатырмын. Еліме жіберіп жатырмын. Айналайын, еліміз жұртымыз аман болсын, ел қорғаған азаматтар аман болсын, бүкіл әлем тыныш болсын. Осындай әндер шырқалып бүкіл әлемге шарықтай берсін, биіктерден көріне берсін, барлықтарыңызда аман болыңыздар, мына балдарымыздың қуанышын көре беріңіздер, тек алға деп өмір сүре беріңіздер. Құтты болсын. Бүгінгі мереке, наурыз мерекесі. Сол жаңа мама жүріңіз дегенсін, мен де баламның несін көрейін деп келдім. Талабым өрлей берсін жаным. Бұл өзі кішкентай кезімде ауылға барғанда 3 жасарда өзім қарағам, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деп, осыдан бірдеңе шығады дейтін тұғым. Өзім қолымда тәрбиелеген. Жаным, аман бол, денің сау болсын. Бәріңізге амандық тілейміз, еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы рахмет. Рахмет сізге. Ақ тілектеріңізге.